Қыздар, кеш жарық. Бүгін біз небәрі 3 сәбіз бен 3 алмадан тұратын пайдалы минералдарға толы, бойында микроэлементтерге бай, көздің көруін жақсартатын, бауырды тазалауға жәрдем беретін керемет сусынмен танысамыз. Қыздар, міне осылай сәбізді майдалап, жұқалап тураймыз, чтобы тез пісу үшін. Осылай турап, алманы былай соқтап тазалап, ішіндегі нелерін, қабығын ашмаймыз, ішіндегі дәндерін алып, осылай турап, екеуін бірге су құйып қайнатамыз. Қазір ары қарай көрсетемін. Мінекей осылай жаңағы туралған сәбіз бен алманы кастрөлге салып, бетін жауып тұратындай қылып қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін 35-40 минуттай әбден алма мен сәбізіміз жұмсарғанша қайнатамыз. Одан кейін ары қарай тағы да көрсетемін. Міне сәбіз бен алма қайнап шықты. Енді астын кішкене пәсеттім демен. Енді жарты сағаттай қайнатамын. Қант қоспаймын, қыздар. Қыздар, бұлай аздап пайда болған көктерін аламыз. Көп шықпайды. Иісі көшті шығып, тәтті болып. Қыздар, 35 минут қайнап шықты. Енді осындай погружной блендермен майдалаймыз. Мінекей қыздар, осындай түсі әдемі, күшті дәрумендерге толы менің 3 сәбіз, 3 алмадан осындай пайдалы шырын шықты. Қоюлау болады өзі сондай. Енді бұны мен қазір кеш болды. Бұны таңертең аш қарынға 200 граммдық стаканмен толтырып ішеміз. Үйдегілердің бәріне дайындадым. Күндегісін күнде дайындаймын. Желательно солай дайындаңыздар, күндегісін күнде. Холодильникте көп тұрып қалмағаны жақсы. Ал ас болсын, ем болсын, бауырларыңыз тазалансын.